Елімізде кәсіби полиция қызметкерлері жетіспейді. Ішкі істер министрлігі білікті маманның тапшылығын сезініп отыр. Өз ісінің білгірі бола алатын жас полицейді дайындаудың ұтымды жолы қандай, азаматтардың құқықтық мәдениетін қалай көтеру керек деген мәселе құқықтық мәдениет мемлекет өрлеуінің кепілі деген тақырыппен өткен республикалық форумда көтерілді. Ол ұлт жоспары 100 нақты қадамды жүзеге асыруға арналып, Ішкі істер министрлігінің Бауыржан Момышұлы атындағы оқу орталығында өтті. Жаңадан құрылған жергілікті полицияға тұрғындар елмен етене байланыста жұмыс істейтін құрылым ретінде қарап отыр. Учаскелік полиция инспекторы, жол патрульдік полиция қызметкерінің кәсіби шеберлігі әбден шыңдалған болуы тиіс. Тұрғындардың заңды бұзбауға, қылмысқа төзімділік танытпау түсінігін қалыптастыруда полиция қызметкерінің ықпалы үлкен. Қазақстанда жаңа заңдар қабылданды. Ол қажеттілік. Енді сол заңды жүзеге асыру, ол үшін қабілеттілік керек. Халқымыздың қабілеттілігі, оның ішінде жастардың қабілеттілігі керек. Сонда ғана қабылданған заң жүзеге асырады.